Отқа табынушының тәубесі. Отқа табынушы бір кісі бір Ибрагим пайғамбарға қонақ болуды қалайды. Ибрагим пайғамбар оған егер тәухид сенімін қабылдаса, қонақ қылатынын айтады. Отқа табынушы бұл шартқа келіспей ренжіп кетіп қалады. Алла тағала Ибрагим пайғамбарға: «Ей Ибрагим, бір құлым сенімін өзгертпейді екен деп неге оны қонақ етпедің? 70 жыл бойы мен танымаса да оған рызығын үзбей беріп келемін. Бір түн оны қонақ етсең өзің үшін қайырлы болады ғой», деп уахи етті. Бұны естіген Ибрагим отқа табынушыны іздестіріп тауып қонақ қылады. Әлгі отқа табынушы оған: «Көзқарасың өзгертуге не себеп болды?» деп сұрағанда, Ибрагим мән-жайды баяндайды. Бұған таң қалған отқа табынушы: «Шынында Алла тағала маған осылай қарай ма? Қандай мейірімді жаратушы! Өзіне дұшпан болсам да досына мен үшін ескерту жасайды. Олай болса, маған тәухид сенімін үйрет», деп мұсылман болған екен.